1 қазан халықаралық қарттар күні. Бұл мереке 1990 жылы Біріккен ұлттар ұйымы Бас ассамблеясының шешімімен бекітілген. Мақсаты қарт адамдардың қоғамдағы рөлін дәріптеу, олардың еңбегін бағалау, өмірлік тәжірибесін жас ұрпаққа насихаттау. Әлемнің көптеген елінде бұл күні қарияларға ерекше құрмет көрсетіледі. Әлеуметтік қолдау шаралары ұйымдастырылып, ардагерлерге сый-сияпат жасалады. Қоғамда қарттардың беделін көтеру, құқықтарын қорғау мәселелері талқыланады. Қарттар күні ұрпақтар сабақтастығының, сыйластық пен құрметтің белгісі. Бұл күн әрбірімізге ата-әжелерімізді қадірлеуді, олардың ақ батасын, даналығын бағалауды еске салады. Қарт өткеннің куәсі ғана емес, болашаққа жол сілтер ақылшысы. Қариясы бар ел, қазыналы ел дейді дана халқымыз. Қымбатты қарттарымыз, сіздердің бізге үйреткен өнегелеріңіз, өмірлік тәжірибелеріңіз ешқашан ұмытылмайды. Біз сіздерден бата мен қуат алып, ізгі тілектеріңізбен өмірімізді жалғастырып келеміз. Мереке құтты болсын, ардақты қариялар.